Тіл мұрасы жобасы біздің облыста қазір қарқынды өріс алып жатыр. Соның ішінде мына тілді үйрету туралы балалар мен балабақшасының бүгін үлкен семинарда болдық. Алдымен ұжымның көптеген атқарған ісін айтып өтуге тиіспіз. Семинар өткізу оңай шаруа емес. Біреуге өзіңнің тәжірибеңді көрсету, біреуге ой салу деген ол өзіңде сондай ауқымды іс-шара болуға тиіс. Сондықтан біз бүгін балалар мен балабақшасының бөбектерінің тілге деген құмарлығын, тілді үйренуге жеткен жетістіктері туралы үлкен қуанышпен көріп семинарға қатыстық. Және де бүгін тіл байлығын жетілдіру туралы Абайдың 180 жылдығына байланысты Абай творчествосы негізге алынды. Абайдың өлеңдері оқылды. Қара сөздерін кішкентай бөбектердің оқығанын қарап таңғалдық. Абайдың әндері айтылды. Сондықтан біз балалар мен балабақшасына, ұжымына алдымен сол творчестволық табыс тілейміз. Алдыда іздену болсын. Мына қазақ тілін, мемлекеттік тілді үйретуді балабақшадан бастағалы бұл үлкен мемлекеттік деңгейдегі іс. Өйткені бала жастайынан тілге деген құмарлығы, тілге деген құштарлығы, тілге деген осы өзінің әдет ғұрпы осыдан басталуға тиіс деп ойлаймын. Сондықтан балабақшалардың барлығындағы бөбектер аман сау болсын, балаларымыз мемлекеттік тілде сөйлесін, Абайдың тағылымын алсын, Абайдың өлеңдерін жүректерінде жаттап өссін деген тілек айтамыз. Мына үлкен аға ұрпақ атынан сіздерге, ұжымдарына табыс тілеймін. Бүгін Петропавл қаласының Аларман және Алпамыс балабақшасының бірлесіп облыстық семинар өткізіп жатырмыз. Облыстық семинарымыз тіл мұрасы бағдарламасы аясында жүріп жатыр. Тіл мұрасы жобасын біз былтырғы өткізген тілге бойлау жобасын ары қарай дамыту мақсатында облыстық тіл мұрасы жобасы туындады. Тіл мұрасы жобасына әр ай сайын біз іс-шаралар енгізіп, енді біз ай сайын семинарлар өткізіп жатырмыз балабақшаларымызда, ауданда, қалада. Бүгін біз осы бағдарлама аясында Абай өлеңдерін оқуларының сайысы болды. Бүлдіршіндеріміз қатысып, педагогтеріміз қатысып, сертификаттар мен алғыс хаттармен марапатталды. Балаларымыз, педагогтеріміз біраз өнерлерін көрсетті.